Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 39-шы сабақта жаңа тақырып тура және ауыспалы мағыналы сөздер. Балалар, каналға жазылып, лайк қоямыз және подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. 9-шы тапсырмада жұмбақты оқып шешуін тап деді. Таңдайы тақтақ, талмайтын неткен жақ, бір өзінде екі тіл, сөйлемейді бірақ деді. Бұл не деп ойлайсыңдар? Әрине бұл сағат, сағаттың екі тілі болады. Әр қашанда ол тық-тық-тық деп дауыс шығарып тұрады. Енді қараңдар, жұмбақтағы қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер нені білдіреді дейді. Қараңдар, таңдайы деп тұр, және жақ деген екі қарамен жазылған сөз бар екен. Енді олар нені білдіреді? Оны біз дерек көздерден қарап көрейік. Таңдайы деген ауыз қуысының үстіңгі жағындағы тілге қарама-қарсы орналасқан жұқа қабыршық ет. Ал жақ дегеніміз ол адамның жан-жануарлардың бас сүйегінің астыңғы бөлігі. Және қарамен жазылған тіл деген сөз бар екен. Тіл деген енді бәріміз білеміз. Жан-жануарлардың, адамның дәм сезетін, адамдардың сөйлеу дыбыстарын шығаратын ауыз қуысының негізгі мүше, ауыз қуысындағы. Енді бұл жерде тіл сөзі қандай мағынада қолданып тұр? Тіл дегеніміз біздің білеміз, адамның тілі, ал мына жерде ол сағатты, минутты, секундты көрсетіп тұратын сағат тілшесі. Енді бізге айтады, суреттегі сағаттарға қара, суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр дейді. Мына жерде неше түрлі сағаттар көрініп тұр. Ең алдымен құм сағаты. Құм сағаты ол ең бірінші шыққан сағаттар. Ол жерде ол батыс Европа елдерінде құм сағатымен тек орта ғасырдың аяғында, яғни 17-ші ғасырларда кездесетін сағат екен. Енді одан кейінгі сағат қабырға сағаты, қабырға сағаты және қалта сағаты. Олар 15-ші ғасырда. Олар ең бірінші шыққан сол сағаттар екен, яғни. Сонда 15-ші ғасырда серіппелі құрылғылар пайда болды. Бұл сағаттар кішкентай етіп жасауға және оны тек мұнараларда ғана емес, сонымен қатар үйлерде де қолдануға, оны қалтаңызда тіпті қолыңызда ұстауға мүмкіндік берді дейді. Одан кейін электронды сағаттар, қол сағаттары. Одан кейін оятқыш будильник сағаттар. Одан кейін өзіміз ұстап жүрген телефонның ең бірінші түрі ол телефондағы сағат, яғни ұялы телефон пайда болған кезде ішінде сағатты көрсететін функциясы да бірге шыққан екен. Енді отбасы мүшелері қай сағат түрін пайдаланды? Сен өзің қай сағатты қолданасың дейді. Сендер қандай сағатты қолданасыңдар? Отбасы мүшелері көбінде ұялы телефондағы сағатты пайдаланады. Әкем мен анам қол сағатын да қолданады деп жазсаңдар болады. Енді 10-шы тапсырмаға қарайық. 10-шы тапсырмада берілген сөздер тобын пайдаланып сөйлем құрап жаз дейді. Алтын уақыт, алтын сағат. Енді сөйлем құрайық, бұл жерде бізге айтады, берілген сөздер тобында алтын сөз қандай мағынада қолданып тұр деп ойлайсың дейді. Алтын уақыт деп неліктен айтады дейді. Өзің уақытты қалай пайдаланасың? Осы сұрақтың жауабын топта талқылауға қатыс дейді. Қараңдар балалар, алтын уақыт дегенмен мынандай сөйлем құрастырсақ болады. Алтын уақыттың қадірін білу маңызды. Алтын уақыт адамға бір-ақ рет беріледі. Әкем анамның туған күніне алтын сағат сыйлады. Нарықта алтын сағаттың бағасы жоғары. Енді алтын сағат деген ол ауыспалы мағынада болып тұр, негізі алтын дегенде біз металл деп білеміз ғой. Ал мына алтын уақыт деген жерде бұл уақыттың бағалы екендігі айтылған. Алтын сағат дегеніміз ол тура мағынада айтылып тұр, яғни сағаттың қандай металдан жасалғанын айтылып тұр. Түсіндіңдер ма? Сонда бір сөз екі мағынада болады, тура және ауыспалы мағынада. Енді өзің уақытты қалай пайдаланасың дейді. Мен уақытты әрқашанда тиімді пайдалануға тырысамын. Түске дейін домбыра үйірмелеріне барып, түстен кейін сабағыма барамын. Сабақтан келген соң үй тапсырмаларын орындаймын. Ал бос уақытында кітап оқып, сурет саламын, анама көмектесемін деп жазсаңдар болады. Балалар, енді мына мәліметті естеріңде сақтаңдар. Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа мағынада да қолданылады. Яғни біз қазір айтқан, алтын уақыт, алтын сағат, немесе тіл, дене мүшесі, тура мағынада өзіміздің тіліміз, немесе сағаттың тілі ауыспалы мағынада. Енді 11-ші тапсырмаға қарайық. Тиісті тыныс белгісін қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Жаз көрпені кісі күт,
иә. Мына жерде көрпені дегеннен өтір бар. Қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы дейді. Жаз әріпті дегеннен кейін де өтір келеді. Балдырған журналынан алынған екен. Осы жерде қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Қараңдар, жаз көрпені деген, жаз деген бұл жерде ауыспалы мағынада тұр, яғни көрпені жай дегенді білдіреді, жаю. Ал енді жаз әріпті деген кәдімгі біз өзіміз жазатын, иә, қолмен, ручкамен алып жазатын, сол мағынада, тура мағынада беріліп тұр. Енді өзің үйге келген қонақты қалай қарсыласың, ойыңмен бөліс дейді. Сендер өз ойларыңды жазсаңдар болады. Мен мысалы, біз қонақ күткенді ұнатамыз. Үйге қонақ келгенде алдымен амандасып, киімдерін алып білеміз. Содан соң көрпе жайып, дастархан дайындаймыз деп жаздым. Балалар, осымен 39 сабағымыз да аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.